Нөкіс қаласына жаңа 12 дана электро автобус алып келінбекте. 19 жаслы спортшы Өзбекстан Республикасына қызмет көрсеткен спортшы құрмет атағы берілді. Өткен хаптеде Саида Мирзиёева Нөкісте бірнеше объектілерге барды. Ассалаумалейкум, республикамызда жүз берген жаңалықтарды біріншілерден болып жарытып барушы бұл Хош хабар каналы ham бізде хапте дайджесті. Нөкіс қаласына жаңа электроавтобуслар алып келінбекте. 29 ноябрь 12 дана электроавтобус Нөкіс қаласына алып келу мақсатында Қытай мемлекетіне жолға шықты. Жаңа электроавтобуслар менен бірге зарядлау үскінелерде алып келінбекте. Президент тапсырмасы тикарында Нөкіс қаласына жамы 200 автобус алып келінуі белгіленген болып, Сапсан Транс Нөкіс жауапкершілігі шекленген жәмиеті тарапынан дерлік 11 миллиард сумлық қаржы есабынан бұнан алдында 12 дана заманауи автобустар Қытай мемлекетінен алып келінген еді. Har жылы президент басламасы менен президент олимпиадасы спорт жарыслары болып өтеді. 26 ноябрь күніде Олимпиада қалашасында президент олимпиадасы спорт жарыслары болып өтті. Онда президент Шавкет Мирзиёев бірнеше спортшыларымызды сыйлықлады. Олар арасында Жавохир Синдаров та бар. 19 жаслы спортшыға президент парманы менен Өзбекстан Республикасына қызмет көрсеткен спортшы құрмет атағы һәм президент сауғасы 3 қаналы квартира берілді. Бұндай сыйлықларды алу үшін не карамат көрсеткен екен деп атырған болсаңыз, ол Өзбекстан тарихында бірінші мәрте шахмат бойынша Жаһан кубогын жеңіп алды. Өткен хаптеде Саида Мирзиёева Нөкіске келді. Президент администрациясы баслығы қайсы объектілерге барды. Дәслеп Нөкістегі спорт гимнастикасы бойынша республикалық мектепке барды. Жаңа мектеп жастардың профессионал спортпенен шұғылану имканиятларын кеңейтеді. Қабілетлі гимнастикашыларды анықлау һәм қоллап қуатлауға жәрдемлеседі және елімізде күшлі спорт резервін қалыптастырады дейді ол өз каналында. Кейінгі объекттер Каракалпак Басалт Уолт заводы Баркамыл Аулатта болды. Һәм Нөкісте халықаралық стандартлар тикарында құрылған жаңа Каракалпак Плас Хотел мейманханасымен танысты. Бозатау һәм Мойнақ районларына прокурор тағайындалды. Жәнібек Аширбаев Бозатау районы прокуроры лауазымына тағайындалды. Ол осы күнге шекем Өзбекстан Республикасының бас прокуратурасы басқармасы прокуроры лауазымында жұмыс істеген. Мойнаққа қанегелестірілген прокурор тағайындалды. Нұрали Сапаров Мойнақ районы қанегелестірілген прокурор лауазымына тағайындалды. Ол осы күнге шекем Бозатау районы прокуроры лауазымында жұмыс істеп келген. Нөкісте майыплығы болған балалар үшін бақша ашылды. Өзбекстан Республикасы президентінің майыплығы болған балаларға социалдық қызмет һәм жәрдем көрсету системасын бұннан былайда жетілдіру бойынша қосымша илажлары хақындағы қарары менен Нөкіс қаласындағы Құтлы Қоңыз макам құралар жиынында жайласқан Арзу мектепке шекемгі білмендіру шөлкемінде президент жанындағы социалдық қорғау милли агентлігі Қарақалпақстан Республикасы басқармасы тарапынан күндізгі күтім қызмет жолға қойылды. Жаңадан ашылған бұл топарға басқарма жанында шүлкілместірілген психологиялық, медициналық, педагогикалық комиссия тексеруінен өткерілген майыплығы болған 7 бала қамтып алынды. Хапте давамында сізге жеткермекші болған Хош хабар һәм жаңалықтарымыз ұсылардан ібәрәт еді. Келесі хапте біз ұшында, сіз ұшында Хош хабар һәм жаңалықтарға толы болсын.